Сәлем достар, бүгін біз Нью-Йорк чизкейгін жасаймыз. Яғни алдымен салқындатылған сары май мен ұнымызды араластырып, сары майды күштен өткіземіз. Тестіден крошка жасаймыз, сосын сахар не пудра қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін жұмыртқамызды қосамыз, сосын шым тұз пайдаланамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның көмегімен тестамызды жинаймыз. Барлығы жақсылап біріккеннен соң тестамыз дайын болғаннан кейін жарты сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Мұздатқыштан алғаннан соң пергамент қағазының көмегімен барлығын қағылып жайып 170 градуста 30 минут пісіреміз. Пешіміз алдын ала қыздырылған болу қажет. Барлығын шұқалап жайып пісіреміз. Тестамыз піскеннен соң блендердің көмегімен барлығын ұнтап, бөлме температурасындағы сары маймен араластырамыз, яғни біріктіреміз. Барлығы біркелкі болып біріккеннен соң қалыпқа тестамызды жинаймыз, яғни кальцияның көмегімен пергамент қағазына бірден тестамызды жаямыз. Алдымен жан-жағын видеода көрсетілгендей жинаймыз. Одан кейін астыңғы бөлігін барлығын біркелкі қылып жаямыз. Тестамыздың барлығын жайып жинап болғаннан соң начинкамызды дайындаймыз. Начинканы дайындамас бұрын тестамызды алдымен осылай қалыпқа жинаймыз. Одан кейін начинка дайындаймыз. Начинкамызды алдымен творожный сыр бөлме температурасында болу қажет. Араластырамыз. Жұмыртқамыз бен сливкиді және қантымызды қосып, барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Начинкамыз дайын болғаннан соң тесттағы начинканы құйып, алдын ала қыздырылған пеште 130 градуста 60 минут пісіреміз. Чизкейк піскеннен соң ғана начинканы кальцияны шешеміз, яғни оған дейін қалыпымыздан алмаймыз. Барлығын видеода көрсетілгенде біркелкі қылып жаямыз. Және суығаннан соң кальцияны шешеміз. Сәндеу өз еріктеріңізде дайындап көріңіздер, ас болсын.